Армысыз, сізді көргеніме өте қуаныштымын. Жалпы мен өзімді таныстырып өтейін. Мен есімім Абылайхан. Қазіргі таңда Дарын онлайн платформасында серіктестермен қызметті тікелей атқарып жатқан мамандардың бірімін. Бүгінгі негізі біздің сабағымыз компаниямен таныстыру, компания жайлы толыққанды ақпаратты алумен болады. Ең әуелі компанияның атауына келейік. Компания Дарын онлайн білім беру платформасы деп аталады. Яғни білім саласындағы дамып келе жатқан үлкен платформалардың бірі. Компанияның миссиясы, өзіндік мақсаты бар. Яғни бұның миссиясы не? Компанияның миссиясы сапалы білімді қолжетімді қылу. Ал мақсатымыз бұл әлемдік өте үлкен компаниялардың қатарынан көріну. Яғни бұл біздің болашақтағы жеткіміз келетін миссияларымыздың, мақсаттарымыздың бірі. Біздің аудиториямыз кім деген сұраққа да жауап бергім келеді. Біздің аудитория бұл оқушылар және де мұғалімдер. Яғни мектеп санатындағы 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін оқитын барлық оқушылар біздің платформада сапалы білімді алуына мүмкіндігі бар. Біз инфобизнестен ешқандай қатысымыз жоқ. Яғни бізді инфобизнеспен шатастыруға болмайды. Өйткені біз білім саласында соның ішіндегі оқушыларға бағытталған платформамыз. Инфобизнесті өздеріңіз білесіз, ол жерде кәсіпкерлерге, әртүрлі жас үлкен адамдарға арналған курстар бар. Бірақ біздің платформада ондай курстар жоқ. Барлық курстар оқушы мен мұғалімге арналған курстар. Біз сетевой маркетинг емеспіз. Кейбір кісілер бізді сетевой деп ойлап қалатын да шығар. Ондай да ойларды көрдік. Сол үшін бұны ескеріп жатырмын. Біз білім беретін платформамыз, біз ешқандай сетевой маркетингтің тарапына келмейміз және де жатпаймыз. Жалпы енді бізбен серіктес болған кісілер қазіргі таңда қызметтерін атқарып жатыр. Жалпы серіктестердің бір жақсы жасап жатқан жақсылықтары бар. Бұл қандай жақсылық? Мүмкін бұны кейбір кісілер түсінбеуі де мүмкін. Қызметін атқарып жатса да қандай не істеп жатқанда түсінбеуі мүмкін. Соған тоқталып өтейік. Ең әуелі сіз оқушыға жақсы білім ұсынып жатырсыз. Яғни сіздің себебіңіздің арқасында оқушыға жақсы білім алуға мүмкіндік бар. Және де сауапты іс жасап жатырсыз. Неге? Өйткені білім бұл жақсы және де сауапты іс. Bir жағынан сіз сауап жасап жатырсыз. Ата-ананың қаражат үнемдеуге көмектесіп жатырсыз. Себебі біздің платформадағы әрбір курс ол қолжетімді бағада. Біздің платформадағы әрбір курс ол қымбат емес және де кез келген ата-ананың алуына болатындай жағдай жасалған. Ата-ана өзінің баласына біздің платформадан курсты алып бере отыра, қаражатын қаншама есе үнемдеуге сіз себепкер болып жатырсыз. Және де білімді болашақ, яғни сіз қазір сабақты ұсынып жатқан кезде ол өнімді алып оқып жатқан оқушы болашақта жақсы білімді адам болып, азамат болып өссе, демек сіздің де осы елге қосқан бір үлкен үлесіңіз деп есептейміз. Және де адамдарды сіз жұмыс орнымен қамтамасыз етіп жатырсыз. Өзіңіздің командаңыз бар, өзіңіздің адамдарыңыз бар, олар жұмыс жасап, өздерінің адал түрде ақшаларын тауып жатыр. Сіз солай жұмыссыз жүрген адамдарға жұмыс ұсына отыра, оларды жұмыс орнымен қамтамасыз етіп жатырсыз. Демек біздің бүгінгі сабағымыз компаниямен жалпы танысу. Компания бұл 2019 жылы құрылып, аяққа тұрып, сол уақыттан жұмысын бастап кетті. Яғни 2019 жылы алғашқы мектеп сабақтары түсіріліп, қарапайым телефонға түсіріліп, алғаш рет платформаға енгізіліп, Дарын онлайн деген атауменен өзінің жұмысын бастаған болатын. Қазіргі таңда еліміздегі халыққа өте жағымды, халық бізді білет, өзіміздің көптеген жасаған еңбектеріміздің арқасында Дарын онлайн платформасы қазақ аудиториясында өте танымал. Бұл жалпы біздің компанияның өсіп келе жатқанына, дамып келе жатқанына, халықтың, адамдардың, оқушыларға керек екеніне тағы да бір үлкен дәлел деп айтсақ болады.